Дәл қазір мен Қызылорда облысының ДЭР мекемесінің алдында тұрмын. Бірақ әуел сіздер түсіну үшін мына видеоны көріңіздер. Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Бір жыл бойы кәсіби ақша жылыстатушылар тобы Binance платформасында цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізген. Криптомияндар арқылы өткен жалпы айналым 1 миллиард 880 миллион теңгеден асты. Сонымен қатар күдіктілер Fresh, Butterfly, Crystal Organic, Trout Kiwi және Skitty Shop телеграм арналары арқылы есірткі сатудан түскен 603 миллион теңгені заңдастырған. Схемада шетел азаматтарының атына тіркелген дроп карталардың ұйымдасқан желісі пайдаланылған. Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған. Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Екі күдікті қамауға алынды. Осы мәселе бойынша мен Шиеліге барып келдім. Біз Шиеліге келдік. Мына дәмді мейрамханасының управляющийменен қазір кездесіп, мән-жайлардың бәрін білетін боламыз. Ассалаумағалейкум, Елдос. Бұл дәмхана қашаннан бері жасап жатыр? Бұл дәмхана 2016 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Енді сіздер айтып жатсыздар, ана сотқа бұл негізі 22 жылы қайта жаңғыртудан өтті деп жатсыз ғой? Иә. Соған дәлелдемелеріңіз бар ма, сол 22 жылы реконструкциядан өтті дегенге? Бар, дәлелдемеміз бар. Қане, көрсетіңіз үшін. Бізге Instagram есінде осындай до и после видео түсірілген. Датасын көрсетші ме? Жоқ, датасын ашсайсың өзі. 22 жыл деп тұр, 18 ноябрьде толық іске қосылған, жұмыс жасап кеткен сол кезде. Осы дәлелдемеде бар. Жүріңіз, мен сізге осыны көрсетейін. Енді осы бөлме, міне. Боялған ғой. Мынау, осы стена, осы қабырға боялған, енді шамалы светі өзгерген, бірақ қалғаны бәрі орында тұр. Датасы? Мына датасы бәрі уақыты. Менің ұлым Дінмұхамедке есірткіден түскен сауда айналымнан шотына ақша түскен деген ақпаратты ДЭР мекемесі әлеуметтік желіге заңсыз таратып отыр. Бұл біздің Шиелі ауданының халқы аз болғасын, олардың бәрінің ойын басқаша өзгертіп жіберді балама деген. Бұл мекеме заңсыз, әлі соттың үкімі шықпай жатып, заңсыз ақпарат таратқан. Енді біз отбасымызға нұсқан келіп отыр, отбасымызға кір келтіріп отыр бұл мекеме. Енді біз осы мекеменің үстінен мен арыз шағым жазып, шағымданатын боламын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Рұқсат па? Келдір. Зашыл тиістік қой? Тиістік. Ассалаумағалейкум. Ержанның үйі ма? Ержан осы тұрады, менің үйім бұл. Сіз әкесісіз ба? Әкесі ме, Ержан бала шағасымен жерде тұрады. Бұл жерде бұрыннан тұрасыздар ма? 86 жылдан бері тұрамыз. Өзіңіз салғансыз ғой, осы үйде? Өзіміз, осы фундаменттің құйып өзіміз салғанбыз. Осы күйінше сол 86-тан бері осы үйде? Жоқ, ремонт жасады ғой Ержан. Ремонт жасап, нелерін жасады, мына яғын қосты. Мына төбелерін жасады 20-шы жылы. 20? 20-шы жылы. Алейкум ассалам. Ержанның ағасыз ғой? Ержанның келін ағасы. Арестке болған мүліктердің ішінде сіздің газеліңіз бар екен, тағы машиналарыңыз бар екен ше? Соны айтып жүрші, мына газелі қашан алып едіңіздер сіздер? Мен бұны алған кезде 2021 февральда алдым. Ол кезде Россия нөмірімен алдым. Документ құжат бар ма? Бар документтерім, құжаттарым бар. Страхование, техосмотр бәрі. Мынау не деген Раис деген орыс татардың атында болды. Қызылордаға 2019-да келген екен. Мен 20-да сатып алдым. 19-да? 20. Мен осы 20-ның 1 февралінде алдым. Осы жігіттен алдым. 85 жылғы 20 жылы алдым. Сосын 23-те? 23-те Тоқаев заң шығарғаннан кейін қазақ қылуға 215 мың теңгемен қазақ қылып алдым. Газелімді.
Ал мынада машинада бар ғой, Иә, мүліктің ішінде бұл да бар, арестке арестте бар, иә. Бұл Бұл қалай алдыңыз бұны? Бұны былтыр 24-те мен Астанаға барып, бұның алдында бір армян машинем бар түгіл, армян нөмірлі. Mitsubishi Pajero деген, сол машинаға айырбастап алдым. Ол Pajero-ны қазақ алған қылып, оны 20-да алдым, 21-де алдым. 21-де, иә. Онда сіз легализацион кезінде 23-те қазақ қылып, сөйтіп қазақ нөмір қылып, оған мотор салып, сөйтіп осы машинаға айырбастап алдым. Мен Mitsubishi, Nissan Pathfinder машинаны алған кезде, мына екеуміз договор жасасқанбыз, бір-бірімізді машинамызды айырбастау туралы. Содан кейін ол мынау машинаның еще залогы бар екен, Каспий банкте тұрған, міне Каспий банкте ақшасын төлеп жатырмын әлі осы уақытқа дейін. Неше ай болды? Бір жылдан асып кетті кредитін төлеп жатқаныма. Машинаны мен кредитке алмас едім ғой, егер артық ақшам болса. Айта кетейінші, мына екі машинамды арестке қойған екен, менің өзім отбасым бөлек, отын бөлек, оның үстіне мен мектепте мұғалім, келіншегім де мұғалім. Бұл Димаш пен Ержанға бұл машинелердің қатысы жоқ. Не үшін арестке қойғанын мен білмей тұрмын сол. Мен сотты болып жатқан Дәуренбековтың тәтесі боламын. Олар осы 2020 жылдан бастап осы үйде тұрып жатыр. Сырты ол кезде қапталмаған болатын. Мінекей өздері осы 20 жылдан бері осы үйде тұрып жатыр отбасымен. Документтері мына жерде барлығы анықталып көрсетіліп тұр. Мына автомойкіде арестке қойылған мүлкілердің қатарында екен. Алайда бұл мына сотты болып жатқан айыпталушыға меншігіне 20 жылы өткен екен. Бұл құжаттардың бәрі тексерілді бізбен. Енді көріп отқандарыңыздай, мына айыптау актісінде мына тергеу органы осы мүлкілер 23 жыл болған әрекеттің салдарынан пайда болған қаражатқа сатып алынды делінген. Немесе соған сол әрекеттерге құрал ретінде пайдаланылған делінген. Бірақ алайда бұл логикалық ешқандай бір-бірімен себеп салдары байланысы жоқ қой. Енді қазір сол сұрақтарды мына дер мекемесіне қоятын боламыз. Бойынша деп, шиеленісі бойынша сұрақтары бар екен, сұрайтын мәліметтер бар екен. Ол сотта қаралып жатуына байланысты ол мәлімет бере алмаймыз ол бойынша дейді. Енді 200 000 талабына сәйкес. Ал егер де маған личный приемға жазылатын болса, пожалуйста, жазылсын, мен любой сұрақ беремін, басқа жауап бере аламын дейді. Кіріп жаңағы мен видеозапискамен бере алмаймын дейді. Сол приемға жазылып. Яғни бұл сотқа өтіп кеткен іс бойынша жауап бере алмаймыз. Иә, 200 000 талабына сәйкес мәлімет берілген. Жақсы, рахмет. Не көріп отқандарыңыздай, дер мекемесі біздің сұрақтарға жауап бере алмаймыз деді. Жауаптан бас тартты. Енді бұл іс қазір соттың қарауында, сот процесі жүріп жатыр. Сот әділ шешім қабылдайды деген үміттеміз. Біз осы істі аяғына дейін бақылауымызда ұстаймыз.